Бұл Бахашак онлайн өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта қытайша қалай қайырлы таң әрі қайырлы кеш дегенді үйренетін боламыз. Ал кеттік. Бірінші иероглифтеріңіз «цао» деп оқылады, мағынасы ерте. Мысалы, ерте тұру, ерте бір жаққа бару деген жерде қолданатын боламыз. Ал егер алдына сіз білетін өте деген сөзін қойсаңыздар, х-ын үшінші тон ғой. Бірақ ол екінші тон болып кетеді, өйткені одан кейін үшінші тон. Қараңыздар, бірге қалай оқылады? Хэн-цао, мағынасы өте ерте болады. Бірақ бұл жерде қараңыздар, цао қалай оқылады? Z әріпі пининнің ішінде келген кезде з болып оқылады. З, д-з, з. Әрі а-о бірге келген кезде ау болып оқылады. Алдында да айттық қой. Мысалы, цао, цао деп қана оқылады. Бұл зау емес. Жай ғана зын айтпаңыздар. Зау демеңіздер. Бұл д-зы. Цао, үшінші тон. Цао, цао, үшінші тон. Мағынасы ерте. Ал енді кеттік. Келесі иероглиф қасына тұрған кезде екеуі бірге таңертең деген мағынаны білдіреді. Мысалы, болашақта таңертең тұрамыз, таңертең бір жаққа барамыз деген сөйлемдерде осындай кездеседі. Қараңыздар. Екеуі бірге цаошаң. Цаошаң қалай оқылады? Қараңыздар. Шаңның ішінде ың бар. Қазақша ың бар. Төртінші тон. Цао үшінші, шаң төртінші. Цаошаң. Міндетті түрде жай ғана цаошаң, цаошаң деп айтпаңыз. Тонды тастай салып айтпаңыз. Цаошаң, цаошаң дұрыс емес. Цаошаң, осылай. Цаошаң. Цаошаң мағынасы таңертең. Енді келесі сіз білетін иероглиф қасына тұрған кезде барлығы қайырлы таң дегенді білдіреді. Цаошаң хау. Үшінші тон, төртінші тон, үшінші тон. Қараңыздар, бірдей қайталаңыздар. Цаошаң хау. Цаошаң хау. Тағы да. Цаошаң хау. Цаошаң хау деп айтсаңыздар, қайырлы таң дегенді білдіреді. Ал кеттік, енді қайырлы кешке өтейік. Қараңыздар, жаңа қайырлы таңда ең бірінші ерте болды, одан кейін таңертең болды. Тура солай қайырлы кеште де бірінші иероглифтің мағынасы кеш дегенді білдіреді. Мысалы, өте кеш ұйықтаймын деп болашақта айтқан кезде осы иероглифті қолданасыздар. Енді қалай оқылады? Үшінші тонмен уән, уән, уән деп айтамыз кеш деген сөзін. Енді келесі иероглиф тұра қалады қасына. Бұл қайырлы таң дегенде де болды ғой. Шаң, тура солай оқылады. Шаң, төртінші тон. Уән шаң мағынасы кешке дегенді білдіреді. Уән шаң. Мысалы, болашақта қалай айтамыз? Кешке ұйықтаймын, кешке бір жаққа барамын деген кезде осыны қолданамыз. Уән шаң. Уән шаң. Көрдіңіз ғой? Уән шаң. Бірде айтыңыздар, тондарды сақтаңыздар. Уән шаң. Енді қасына қайтадан хао деген жақсы білдіретін иероглиф тұра қалады. Барлығы бірге қайырлы кеш дегенді білдіреді. Оқимыз. Уән шаң хао. Уән шаң хао. Тағы бір рет қайталаңыз. Уән шаң хао деп қайырлы кешті айтасыздар. Міндетті түрде. Енді қараңыздар. Қытай тілінде басқа уақыттардың да атауы бар. Мысалы, түс уақыты, түстен кейін, түске дейін деп. Бірақ оның қасына хауды қойып, жаңағыдай түстің жақсы уақыты деп, қайырлы түс деп айтпайды. Тек көбінесе таңертең кешкеге қосады да қайырлы таң, қайырлы кеш дегенді айтады. Бірақ басқа уақытта жай ғана ни хау десеңіз түсінікті болады. Енді тағы да жаңа сөздерімізді қайталайық. Бір-екі рет қайталаймыз бірдей. Цаошаң хау. Цаошаң хау. Уән шаң хау. Уән шаң хау деп айтасыздар. Міне осылай өте пайдалы сөздерді жаттадыңыздар. Міндетті түрде практика жасаңыздар. Бізге жазыңыздар, аудио хабарламаңыздар, жіберіңіздер. Дұрыс емес екенін жақсылап айтып көмектесіп береміз. Әрі төменде бір-бірлеріңізге жазсаңыздар болады. Бұл Бахашак онлайн өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.